Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді құймақтар дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Бізге 1 стакан айран қажет болады. 1 стакан бөлме температурасындағы айранымызды ыдысымызға құямыз. Одан кейін 2 жұмыртқа қосамыз. Екі жұмыртқамызды салғаннан кейін 4 ас қасық қант салатын боламыз. Одан кейін кішкене шым-шым тұз қосамыз, және де 3 ас қасық сұйық май қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін ас содасын қосатын боламыз, жарты шай қасықпен. Ас содасын салып араластырамыз. Араластырған кезде кішкене реакция жүруі мүмкін. Көпіршік болып, массамыз кішкене көтеріліп, ол қалыпты. Қорықпай қойсаңыздар болады. Және де 1 стакан кипяток құйып жібереміз. Содан кейін ұнды шетінен салып отырамыз. Ұнды бірден сала салмаңыздар. Шетінен салып отырыңыздар. Сол кезде сіздерде массаларыңызда комочектар болмайтын болады. Өте қатты қою қылмаймыз. Сұйық болған жақсы массамыздың. Сіздер егер қою болып қалса, массаларыңыз құйған кезде өте қалың болып құйылатын болады. Сол себепті сұйық қыла беріңіздер. Міне жақсылап араластырамыз, ешқандай комочек қалмайды. Енді міне құймақтарымызды құямыз. Міне мен біріншісін жасап көрдім. Бәрі жақсы. Енді құймақтарымызды осылай құйып алатын боламыз кезекпен. Өте әдемі, тесік-тесік болып шығады. Шетінен ақырын дайын болғанын өзі көрініп тұрады. Кішкене шет жақтары қызарып, сол кезінде жайлап аудара бересіздер. Міне осылай екінші бетіне аударып аламыз. Өте жұқа қылып құйыңыздар. Қалың болған маған өзіме ұнамайды, сол себепті мен өте жұқа қылып құямын. Міне осылай тексереміз. Шет-шеттер қызарған болса, уже аудара береміз. Міне қараңыздар, қандай тесік-тесік өте әдемі болып шығады. Массамыз осындай. Соңына қарай кішкене қоюланып кетсе, су қосып жіберсеңіздер болады. Міне достар, біздің құймақтарымыз дайын болды. Менімен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, егер менің рецептерім ұнап жатса, поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөліссеңіздер болады.